Аса ірі мемлекеттік және қоғам қайраткері, ғылым академиясының академигі, социалистік 3 мәрте еңбек ері. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев. Сегодня у меня был один ақсақал, старый коммунист, қазақ, длинной бородой, сақал кіндігі түскен олмаған былай деді. По-моему, переведет наш профессор, юрист, потом он переведет. Маған айтты, желдіру 70-ке келдің, секіріп 80-нен өт, 90-да тоқтама, 100-ге барғанда ақылдасамыз деді. Вы поняли меня, Вот, да? Сол туралы вот наши пожелания, жарашады вам всем. Желдіріп 70-ке келіңдер, 80-нен секіріп өтіңдер, 90-да тоқтамаңдар, 100-ге бергенде бәріміз ақылдасып келеміз. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев өз заманның ұлы саясаткері бола білді. Ол билік басында болған уақытында қайшылықты, күдерлі, қарама-қайшылықты болғанмен елдің экономикасын, әлеуметтік саласын, ғылыми ұлттық мәдениетті дамыту ісіне айтулық еңбек сіңірді. Ауыл шаруашылығын қарқынды дамытып, тың және тыңайған жерлерді игерді. Кең шаралар мен ұжымдар салынды. Мал саны көбейіп, ауыл шаруашылығының өнімдері жыл сайын артып отырды. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев 1912 жылы 12 қаңтарда бұрынғы Верный, қазіргі Алматы қаласында дүниеге келген. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың әкесі Меңліахмет Жұмабайұлы 1986 жылғы Алматы облысында дүниеге келген. Ауыл шаруашылық, сауда саласында еңбек еткен және де Алматы қаласындағы Ысқақ Абдуалиев деген көпестің қол астында етікші қызметін атқарған. Дінмұхамед Ахметұлының анасы Зәуре Байырқызы қазіргі Алматы облысы Шелек ауданында дүниеге келген. Зәуре Байырқызы бала тәрбиесімен, үй шаруашылығымен айналысқан. Дінмұхамед Ахметұлы 1930 жылы Алматы қаласындағы 14-ші мектепті бітіргеннен кейін Мәскеудегі Киров атындағы алтын және түрлі түсті институтына оқуға түседі. Сол институтты 1931 және 36 жылдары бітіріп, тау-кен инженері мамандығын алып шығады. Дінмұхамед Ахметұлы 1937-39 жылдар аралығында Балқаш мыс қорыту комбинатының Қоңырат руднигінің бұрғылау цехына жұмысқа тұрады. Осы цехта ол көзге түсіп, цех бастығы қызметін атқарады, одан кейін руднигінің бас инженері болады, одан кейін сол жылдардың ішінде осы рудниктің директоры болып тағайындалады. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ғылым саласында орасан зор еңбек етті. Ол кісі 100-ден аса ғылыми зерттеулер мен еңбектер жазды. Өзінің зерттеулерін шаруашылық және өндіріс саласында сынап көрді. Сондай-ақ өзінің еңбектерінің халық шаруашылығында пайдасы мол екендігін іспен дәлелдеді. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев сонымен қатар жас ғалымдарға қолдау көрсетіп, білім саласында ерекше көңіл бөлген еді. 1939 жылы Дінмұхамед Ахметұлы Алтай полиметалл комбинатының бас инженері қызметін атқарады және де осы жұмысы үшін Леногор кен байыту комбинатының директоры болып тағайындалады. 1942-52 жылдар аралығында Дінмұхамед Ахметұлы Қазақ ССР министрлер комитетінің төрағасының орынбасары қызметін атқарады. Және де тау-кен ғылымына сіңірген еңбегі үшін ғылым академигі атанады және де Қазақстан Республикасының ғылым академиясының президенті болып тағайындалады. Осы жылдары Дінмұхамед Ахметұлы ғылымға сіңірген еңбегі өте зор болып саналады.
Программа развития республики при управлении Динмухамедом Ахмедовичем Кунаевым была направлена на становление промышленного производства, развитие сельского хозяйства, строительство городов и населенных пунктов. При нем было построено населенных пунктов 43 и следующие города: Балхаш, Темиртау, Рудный, Кентау, Кибастуз, Капчагай. Аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ел басқарған тұста Қазақстанда 43 қала салынған болатын. Сондай-ақ Қапшағай су электр станциясы, Қапшағай қаласы, үлкен Алматы каналы сияқты ірі құрылыстар салынған. Бір ғана Алматы қаласының өзінде бірнеше ғимараттар салынды. Сондай ғимараттарды атап өтетін болсам, оқушылар сарайы, неке сарайы, Арасан моншасы және де Лениннің құрметіне салынған, Лениннің мерейтойын атап өту үшін салдырған Ленин сарайы қазіргі таңда Республика сарайы деп аталады. Сондай-ақ Қазақстан қонақ үйі, өздеріңіз көріп отырғандай Қазақстан қонақ үйі. Қазақстан қонақ үйі білесіздер, Алматы қаласында сол кезде ірі құрылыстарды, биік құрылыстар салуға тыйым салған. Себебі Алматы сейсмологиялық қауіпті аймақ болғандықтан салғызбады. Бірақ Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың басшылығымен жапондық ғалымдарды алып келіп, солардың үлгісінде салдырған болатын. Яғни бұл сейсмологиялық қауіпті аймаққа төтеп беретіндей астында үлкен шар тәріздес діңгек орнатылған. Ол жер сілкінген жағдайда алдыға, артқа, оңға, солға 1 метрден жылжып отырған. Дінмұхамед Ахметұлы қазақ ән күйін ерекше жақсы көрген. Сондықтан да болар өнер адамына ерекше құрмет көрсеткен. Мәселен, асқан талантты композиторлар Нұрғиса Тілендиевтің, Шәмші Қалдаяқовтың, Ескендір Хасанғалиевтің әндерін ерекше сүйсіне тыңдаған. Оның орындаушыларына да құрмет тұтқан. Мәселен, Нұрғиса Тілендиев жөнінде айтсақ, композитор өзінің «Алатау» атты әнін тікелей Дінмұхамед Ахметұлына өзіне арнаған. Өйткені ән мәтінінде Алтай туға байсалды, алаулаған Алатау, қызыл жасыл гүлдері, алаулаған Алатау, шынына көз жетпес, басына қар жетпес, өзіңдей тау жетпес деп айтылған. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев ел билеген жылы 50 жыл ел ағасы атанған кезінде өнер адамына ерекше құрмет көрсетілді. Әсіресе жалындаған жастардың күшімен құралған Отырар сазы, Қазақтың тұңғыш циркі, Гүлдер, Досма Хасан, Сазген, Шертер, қыздардан құралған Айгүл ансамбльдері ерекше айтуға болады. Әсіресе Досма Хасан ансамблінің орындауында той жыр әні Дінмұхамед Ахметұлына ерекше ұнайтын. Бақыт сыйлаулысын мүкті гүлдерім, ой үстінде тәтті күндер, Жашыбайлар шат күлімдер, ән салайық би билейік, жарықтасын шаттығынде. Бірге аттанып болашаққа өмірге, тіпті бүгін ортамызға отауы, қуаныш пен шаттық орнап көңілге, тойламаққа келдік бүгін көп қауым. Той үстінде тәтті күндер, жас жұбайлар шат күлімдер, Бұлбұл дауысты Бибігүл Төлегеновнаның дауысын Дінмұхамед Ахметұлы ерекше сүйсіне тыңдаған. Пақ шіркін, біздің Бибігүл сайрағанда бұлбұлдан да озып кетеді-ау деп әзілдейді екен. Дінмұхамед Ахметұлы қазақ өнеріне өте көп көңіл бөлген адам, және де қазақ өнерін жоғары бағалаған адам. Сондықтан өнерде жүрген жастарды, оларға үй беруге, оларға қамқор болуға өте көп еңбек сіңірген адам. Және де қазақ жерінде мәдениеттің дамуына өте үлес қосқан адам. Қазақ білімінің дамуына және де көп мектептер салынып, білім ошақтары салынды. Ғылым академиясы ғимараты салынды. Қазіргі Алматы қаласында 12 ықшамаудан сол Дінмұхамед Ахметұлының кезінде салынған, және де мектептер ашылды бұл жерде, және де пионерлер сарайы,
Алматыдағы республика сарайы, алаңдар, және де үкімет үйі, медеу спорт кешені, ұлттық кітапхана, қазіргі цирк, авто бекеттері, және де аэропорт, теміржол вокзалдары, қазіргі Алматы қаласында өте үлкен Қазақстан мейрамханасы, отырар мейрамханасы, Жетісу, достық мейрамханадары осы Ахмет ұлының арқасында салынған. Біз дәл қазір Төлебаев көшесі 119 үйдің қасында тұрмыз. Яғни бұл үй Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың көз тірісінде тұрған үйі. Бұл үйді кеңес дәуірінде Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевқа түгелдей салған екен, бірақ та Дінмұхамед Қонаев өте өзіне үлкен екендігін айтып, қасындағы қызметкерлерге, министрлерге бөліп, 8-ге бөліп жасатқан. Яғни қазіргі таңда дәл ортасында Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың небәрі 4 бөлмелі үйде тұрған. Бұл үй қазіргі таңда мемориалдық пәтер мұражайы ретінде жұмыс жасайды. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев жалпы көздің тірісінде 1972, 1976, 1982 жылдары социалистік еңбек ері деген атақ алған. Кеңес дәуірінде 2 мәрте социалистік еңбек ері атағын алғандарға мынандай бюст орнатқан. Яғни өздеріңіз көріп отырсыздар, Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың кеудесінде 2 медальмен марапатталған кезде, яғни 1976 жылдары қойылған бюст. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев бірақ өзіне бюст қойғанын ұнатпаған екен. Дінмұхамед Қонаевтың сол сияқты социалистік еңбек ері атағымен қатар 8 мәрте Ленин ордендері сияқты көптеген атақтары бар. Динмухамед Ахмедович Конаев за свою деятельность был награжден следующими наградами. Имел 3 ордена Героя социалистического труда, 8 орденов Ленина, орден Отечественной войны 1-й степени, орден Трудового Красного Знамени за трудовую деятельность, медали за трудовое отличие и наградами удостоен был иностранных государств Болгария, Монголия, Россия. Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың тұлғалық қасиеттері қазақ халқының арасында ғана емес, тіпті сол кездегі 15 мемлекеттің арасында да емес, әлем елдерінің, президенттерінің және ірі саясаткерлердің арасында өте жоғары болды деп айтсақ болады. Оған дәлел ретінде ақш президенті Дуэйт Эйзенхауэр, Германия президенті Эрих Хонекер, Вьетнам президенті Хо Чи Минь, Куба президенті Фидель Кастро және сол сияқты Үндістан президенті Джавахарлал Неру сынды әлем елдерінің президенттері Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың асыл қасиеттерін, тұлғалық бейнесін ерекше бағалаған деп айтсақ болады. Олардың жылы лебіздері үнемі жалғасып отырған. Сондай-ақ Дінмұхамед Ахметұлы мен сол әлем елдерінің ірі саясаткерлер арасында үнемі байланыс болып отырған. Дінмұхамед Ахметұлы 1955-60 жылдар аралығында Қазақ ССР жоғары кеңесінің төрағасы қызметін атқарады. Ал 60-86 жылдар аралығында бәрімізге белгілі Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметін атқарды. 86 жылы 16 желтоқсан күні Дінмұхамед Ахметұлын қызметінен алып тастап, сол жылы сол ертеңіне қазақ жастары Қонаевты қолдап желтоқсан оқиғасы болды. Ол сіздерге бәріңізге белгілі.